Сәлем, мен ютубтың тұрақты көрермендерім. Бүгін универсальный тестамен белеші пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар. Қамырымызды еруді бастайық. Ол үшін алдымен 150 мл жылы сүт, 100 мл жылы су, 1 чайный ложка тұз, 1 чайный ложка дрожь салып, одан кейін 350 граммдай примерно ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болса, жақсы көтеріледі. 350 грамм ұнын барлығын бір жесіне салып тастамаймыз. Жаймен қолымызға жабыспағанша ұнды қосатын боламыз. Ұнымыз одан көп немесе аз болуы мүмкін. Қамырымызды көтерілу үшін бетін қалың нәрсемен жауып қоямыз, немесе жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Тестамыз көтерілді, енді оны бірнеше бөліктерге бөліп белешемізді жасаймыз. Енді тестамызды оқтаумен қатты жұқа емес, қатты қалың емес, видеодағыдай жайып шығамыз. Начинкасын салғанда тестаға жабыстырып, басын қырап саламыз. Одан кейін қатты созбаймыз, қатты тазатын болсақ тестамыз үзіліп кетеді. Сондықтан видеодағыдай аккуратно созып шығамыз. Белешейдің аузын барынша кішкентай қылуға тырысайық. Үлкен болса, ол қуырған кезде шашырын қарап кетеді. Видеода өте әдемі шығады. Менде осы тестамен 16 штук шығыпты. Енді қуырып бастаймыз. Бастысы майға алдымен төңкеріп, одан кейін орташа отта пісіреміз. Белешейдің ешқандай да қиындығы жоқ. Начинкасы да пісіп, жұмсақ, сочный болып шығады. Айтпақшы, начинкасын видеоға түсірмеппін. Начинкасына фарш пен пиязды қуырып саласыздар. Белешеміз өте аккуратны, әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар.